Баршаңызға қайырлы күн. Фисташка шоколад чизкейк жасаймын. Чизкейк жасау үшін міндетті түрде таразда бәрін өлшеп қосамыз. Құрамын видеоның астына жазып қойдым. Алдымен шоколадное песочное печенье дайындаймыз. Ыдысқа 200 грамм ұнды, 70 грамм қант ұнтағы, яғни сахарная пудра, 20 грамм какао, 25 грамм миндаль ұны, аз ғана қасықтың ұшымен қамыр қопсытқыш, тұз салып араластырамыз. Үстіне 100 грамм сары майды салып, ұнмен үгітіп араластырамыз. Май тоңазытқышта, яғни холодильникте тұру керек. Үстіне 40 грамм жұмыртқаны араластырып алып, қосып қамыр илейміз. Қолымыздың жылуымен май еріп кетпес үшін қамырды тез біріктіріп илеу керек. Пергамент қағазына қалыңдығы 0,3-0,4 мм етіп жаямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Піскен печеньені суытып, блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Форманы дайындаймыз. Фольганың үстіне кольцо форманы қойып, ішіне қатты картон мен пергамент қағазын саламыз. Сыртын фольгамен ораймыз. Үгітілген печеньеге 45 грамм ерітіліп суыған сары май мен 80 грамм сүтті 2 бөліп араластырамыз. Ұнтақты қолмен қысқанда осылай бірігу керек. Аздан алып, форманың шеттеріне жабыстырып шығамыз. Қалғанын түбіне тегістеп жайып шығамыз. Қасықтың көмегімен тағы да бір рет тегістеп шығамыз. Начинкасы дайын болғанша мұздатқышқа салып қоямыз. «500 грамм творожный сырды миксермен 1 минуттай араластырып аламыз. 100 грамм қант, ваниль қанты 20 грамм, кукуруз крахмалы 18 грамм салып барлығын араластырамыз. «75 грамм жұмыртқаны салып араластырамыз. Елу 5 грамм сливкиді құйып араластырамыз.
начинканың жартысын бөліп алып, қалташаға саламыз. Жарты начинкаға 50 грамм фисташканы блендермен майдалап алып қосамыз. Жасыл анық түс беру үшін осындай пищевой краситель қоссаңыздар болады. Фисташка қосылған начинканы бірінші салып шығамыз. Бетін қасықпен тегістейміз. Екінші қатарына сырная начинканың ақ түрін жағып шығамыз. Қасықпен араласып кетпес үшін бір тегіс етіп, жаймен жағып шығамыз. Духовканың іші буланып тұру үшін 1 литр қайнап тұрған суды астыңғы бөлігіне қоямыз. 130 градуста асты үстін қосып, чизкекті 2 сағатқа қоямыз. Чизкек дайын болғанда осылай ортасы дірілдеп тұруы керек. Чизкекті суытып, тоңазытқышқа кем дегенде 5-6 сағатқа қоямыз. Немесе бір түнге қойсаңыздар болады. Енді бетіне прослойка жасаймыз. 50-60 грамм шоколадты сливкимен араластырып, ертіп аламыз. Суытып, бетіне құйып шығамыз. Қасықпен тегістейміз. Бетіндегі шоколады қату үшін тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Чизкек әдемі кесілу үшін қайнап тұрған ыстық суға пышақты батырып отырып кескен жөн. Миндальная муканы кондитерлік дүкеннен алуға болады. Біраз уақытқа дейін жетеді. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің чизкектеріңіз өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Түсініксіз жерлері болса, комментарийге жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын.